дін басы президентке бетпе-бет үкімің дұрыс емес, мейірім қайда деп айтқанын елестетіп көріңізші. Бізде осындай мүмкін бе? But the vast majority of immigrants are not criminals. I ask you to have mercy, Mr. President, on those in our communities whose children fear that their parents will be taken away, and that you help those who are fleeing war zones and persecution in their own lands to find compassion and welcome here. Қазір бізде осындай жағдайды елестету мүмкін емес сияқты. Бірақ 91 жылы ұқсас жағдай болды. Birinci жұмыскер, dikançı, mala sürücü servelerden еңбегіне ысырап жасатпай достықшылықпен бақыламасы. Екінші, халыққа зиян келтіретін зорлықты, зұлымдарды аяусыз жаза беріп тыйым салу. Үшінші, әлдеқандай себептен өзі қаталатса, халықтан кешірім сұрап, өз қатасын өзі түзеу. 90-ға келген, Сталин заманында 4-5 рет лагерде отырған Шәкір Әбенов деген атамызды ақын, композитор, тағы да сондай шақырған ғой, президентке бата бер деп. 91 жылы осы инаугурацияны біз отбасымызбен телевизордан қарадық. Сонда әжем де қол жайып, көзіне жас алып, бата берген еді іштен. Сіздің үйіңізде сондай жағдай болды ма?